үдей соққан дауылдай бір-бір үйдің тірегі, ортан қолдай азаматтарын жұлып-жұлып әкетіп, жалмап жұтып, күндей күркіреп соғыста өтті. Жеңіс күніне жетіп, ел еңсесін көтерді. Көппен ірге бұлар бұл да қуаныш еді. Ел аман, дүние тыныш болсыншы. Бірлі-жарым азаматтар майданнан оралып, ұзақ күттірген қуаныш әр жерден бой көтере бастады. Азаматтары келіп, отбасы толы, көңілдері шаттанған жұртқа шырай кіре бастағандай. Әйелдерді ауыр қол жұмысынан босатты. Біздің Матиеміз қашан келер екен деп, екі көзі төрт болған Маруа күн санап жүрді. Оның әлі босаңсып, жұмыстан қол үзетін жайы жоқ. Балалары өскен сайын олардың тамағы да, киімі де өсуде. Табыс керек. Көзінің жасын ешкімге көрсетпестен төгіп алып, бұрынғысынша кетпен неғына салып, қызылша егістігіне қарай кетіп бара жатқаны. Көп арасында бір уақыт жалғыздық ұмытылғандай. Күні айға, айы жылға жалғасқан жалғыздық. Неше күннен бері оңаша жатқандығы ме, ойы өткен кеткенді жиырлай шаршағандай. Япырмай, сондағы қажыр қайратым-ай деп қояды Маруа қазір. Ол екі қолын сәл көтеріп білегіне көз салып қойды. Еті қашып, терісі қатпарланып, сүйегіне жабысқан мына білектің өзінікі екеніне сенгісі келмегендей қайта-қайта сипалай берді. Кетпен шауып жүргенде екі қарынның бұлшық еті қолына қол батпаушы еді. Жас уақытта қайран жігер күш-ай. Маруа қандай шаруаны қолға алмасын, жанын аямай құлшына кірісетін. Оның үстіне топты бала, бір үйлі жан жалғыз өзіне қарап отырғасын қайтсын енді. Өзі құралпас келіншектердің арасында қызылшадан ең бітік өнім алғаны осы білектің күші еді ғой. Оған қазір кім сенеді дейсің? Зая кеткен есіл еңбек. Астапыралла, мен ezіп кеттім өзі. Маруа, бұлай десем, оның асылық болар деп ойлап қойды жалма-жан. Тапқанын балаларының таңдайына салды. Өлмесін күнін көріп жүрек жалғады. Халық жауының отбасы көппен бірдей жан бақты. Ол аз олжамы. Солай десе дағы Маруаның көңілінде қалған дық бардай. Ұмытылмай жүргені содан да шығар. Баяғыда өткен дүниенің есіңе түсуін қарашы. Қайдағы-жайдағы нәрсе есіме қайдан түсіп кетеді екен? Көр жүрді теріп, маған не көрінді деп Маруа өзіне өзі кейіп қалады. Апа, қалыңыз қалай? Еміңіз дұрыс болып жатыр ма деп бір топ ақ халаттылар кіріп келгенде, өз ойының өзі тым-тым алысқа кеткен Маруа қапелінде селк ете қалды. Келген дәрігерлердің бірі жүрегін тыңдап, тамырын ұстап, қан қысымын өлшеп біраз әуреледі. Сізді көпшілік бөлмеге ауыстырамыз. Бұл арада бұдан артық ұстай алмаймыз. Оған мұқтаждықты мен көріп тұрған жоқпын. Келдігеліндегіге қарағанда көп оңалып қалыпсыз. Ауыстыруға қарсы емессіз ғой деп біреулері бастырмалата мұны сөзге тартты. Айналайындар, емдеріңе ризамын. Бірден үйіме шығарсаңдар тіпті жақсы болар еді деді. Жоқ апа, біз қолымызға түскен адамды оңайшылықпен жібермейміз. Ең аз дегенде 10-12 күн ем аласыз деді. Солай меді? Солай апа. Бөлімде де күтіміңіз жаман болмайды. Барып қарап тұрамыз. Бұның жанына жақын келген емдеуші дәрігер, апа, бұл кісі осы аурухананың бас дәрігері деп таныстырды. Бастық болса бұлар, дауысы мығым, сөзі нық. Өзіне өзі сенімді адамның сойы бар екен деп ойлады бұл. Рахмет қарақтарым, жақсылықтарың Алладан қайтсын, Құдай тілеулеріңді берсін деді. Апа, бәрін Құдайға қарай сілтей бермеңіз. Біз өзіңізден дәме қыламыз. Тым болмаса, 90-ымды тойлаған тойыма келіңдер десеңізші.
тоқсанның сарқытынан ырым етіп ауыз түйсек деген біздің де үмітіміз бар деп бас дәрігер күліп алды. Айтқандарың келсін, дегендеріңе жетіңдер. Сол күнді Құдай көруге жазсын. Жақсы жарым өріс. Марғұланның көңілі көтеріліп қалды. Олар қалай дүркірей кірсе, солай ұшқан құстай дүр етіп шыға жөнелді. Іле сала сүйреткен арбасы бар бір қыз келіп тұр. Апа, мынаған отырыңыз, мен сізді екінші қабатқа көшіріп келдім деді тақылдап. Алла, қарағым-ай, андағы арбаңа отырмай-ақ қояйыншы. Қолтығымнан демесең өзімде жүре аламын ғой. Болмайды ата, апа, дәрігерлерді көріп қойса маған ұрсады деп қоя қоймай Марғұланды арбаға отырғызып зырылдатып ала жөнелді. Ақырын жүрші жаным, ит қуып келе жатқандай. Мұны әкеліп екі кісілік палатаға жайғастырды. Арбадан еппен түсіп төсегіне жатқызған әлгі қыз. Дәрігер келіп қарағанша орныңыздан тұрмаңыз. Ары қарайғысын өздері айтады деп қайталап кетті. Тұрғанда бұл қайда барады екен? Жаңағы арбаға түсіп шыққан аз қимылға жүрегі құрғыр алқынып қалғандай атқақтай соғады. Марғұла көзін жұмып, жүрегінің қаққаны басылғанша қыбырсыз жатты. Ауруханаға соңғы рет қашан түскен есіне алды. Отағасы қайтқан жылы болу керек. Содан бері де біраз уақыт өтіпті-ау. Балалары дәрігерге апарайық десе, қашқақтайтын қашанға деді. Осы жолы қолдарына мықтап түскен түрі бар. Оңайлықпен шығармасы белгілі еді. Несі бар? Еңдерін түгел алып көрейін. Содан бір нәтиже шықса деп оқталды. Жанының тәттілігін ойлағандықтан емес, үйге барған соң қайта ауырып, балаларын тағы әуре сарсаңға саламын ба деп қорыққан еді. Марғұла ауруханада ежелден жатуды жақтырмаушы еді. Мұның мұнда кей кезде өзін қоярға жер таппай кететін кездері болады. Неден екен не шықпайды. Түске дейін дәрігер қарайды. Медбике неше кіріп дүркін ене салады. Арасында көңіл сұраушылар келіп кетеді. Әйтеуір зерігуге қол тимейді. Күннің қалай өткенін білмей де қалады. Ал қалай іңір түседі, солай уақыт табандап тұрып қалғандай жылжымайды ғой. Содан мұның мазасы кетеді. Кеше күні түні таңға ұласып, кірпік ілмей шығатын кездері болады. Бүгін де дегбірі қашан басағандай. Бұл сірә жаңа орынға ауысқанынан шығар деп ойлады. Ұйқысы қашқан жанға ой ғана серік екен. Қасындағы екінші төсектің иесі жастау келіншек екен. Палатада болғанынан сыртта жүргені көп пе деп қалды. Емін алысымен киініп тайып тұрады. Өлмелі кемпір деп мұны жақтырмай сыртта жүргенде өзі білгеді.